39-шы орта мектептің 4-ші Б сынып оқушысы. Сіздерге мен осындай сұрақ қойғым келіп тұр. Менің қолымда 2 дене бар, яғни 2 шар бар. Мен оның қайсысын салсам, суға салсам, су ығысып шығады. Әрине, осы үлкен дене. Біз осылай салсақ, су ығысып шығады. Дене суға бата ма? Бұдан шығатын қорытынды: барлық дене суға бата ма? Барлық дене суға бата ма? Біз тәжірибеміз жасау үшін осындай заттар керек болады. Осындай қағаз, маркер, зубочистка, және де қағаз қыстырғыш, өшіргіш. Енді біз бұларды бірінен бірі кейін суға саламыз. Мысалы, маркер судың үстінде қалықтап жүр. Ал өшіргішті салсақ, ол батып кетеді. Енді қағазды салсақ, ол судың бетінде қалқып жүреді екен. Ал осындай зубочисткаларды салсақ, олар да қалқып жүреді. Ал енді қағаз қыстырғышты салсақ, ол батып кетеді. Судың тарапынан суға батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді. Бұл Архимед күші.